Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөйлеу әдебі, кешірім сұрау, алғыс айту, өтініш. Бүгінгі сабаққа қатысты жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Бола ма? Разрешите. Кіріңіз, входите. Отырыңыз, садитесь. Күте тұрыңыз, подождите, пожалуйста. Сізді тыңдап тұрмын, слушаю вас. Кешірім өтінемін, извините, пожалуйста. Ғафу етіңіз, прошу прощения. Мен кінәлімін, я виновата. Кешіккеніме кешірім өтінемін, извините, что опоздала. Ренжімеңіз, не обижайтесь. Айып етпеңіз, не обессудьте. Көмегіңізге мыңда бір рахмет. Большое спасибо, вы очень помогли. Сізге қалай алғыс айтарымды білмеймін. Не знаю, как вас благодарить. Оқасы жоқ, түкте емес. Не за что. Берілген сурет бойынша диалог құрастырыңыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз, кіруге бола ма? Кіріңіз, сізді тыңдап тұрмын. Сұрауға бола ма? Әрине, отырыңыз, күте тұрыңыз. Жақсы, рахмет. Сурет бойынша керекті сөздерді пайдаланып, кешірім сұрау тақырыбына шағын диалог құрастырыңыз. Сәлем Айдос, сәлем Марат. Қалың қалай? Рахмет, жақсы. Өзің қалайсың? Жаман емес. Айып етпеңіз. Кешіккеніме кешірім өтінемін. Ештеңе етпейді. Мына сөздерді есте сақтаңыздар. Кіруге бола ма? Шығуға бола ма? Сізді күттіріп қойғаныма кешірім сұраймын. Кіріңіздер. Сізге қалай алғыс айтарымды білмеймін. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.